мұнда қиындау. Американдықтар бумен моншаға түспейді. 24 сағаттың ішінде қала аласың, қанша тамақ жейсің, бәрі соның ішінде. Жалпы бұл Америкада монша мәселесі қиындау. Біз енді мынау Қазақстаннан келгеннен кейін бала кезімізде моншаға түсіп үйрендік қой, енді ыстық пармен, бумен. Мұнда қиындау. Американдықтар бумен моншаға түспейді. Бұлар тек қана душқа түсіп жүре береді. Кей жерлерде сауна бар, бірақ ол сауналар яғни біздікі сияқты емес. Американың ең үлкен қалаларының көбісінде болдық. Мысалы, Техаста тұрдық, Остин қаласында 2 жыл, Фениксте тұрдық, Аризонада 3 жыл. Яғни ол жерлерде жақсы монша көрмедік. Мына бүгін енді Атлантадамыз. Атлантада мұнда жігіттермен сөйлесіп отырсақ, жақсы монша бар дейді. 2-3 түрлі моншаны ұсыныс айтты. Біреу орыстардікі дейді, бірақ ол орыстардікі кішірек дейді, үйде дейді. Ал енді ұнағаны біреуі ол корейлердікі дейді. Ақшасын төлейсің, ішінде 24 сағат жүресің дейді. Ол өте маған ұнап тұр. 24 сағат жүргіміз келіп тұрған жоқ, бірақ ішінде барлық жағдайлар жасалған дейді. Бұндай моншаны кезінде мен Қытайға барып жүрген кезде көретін едім. Қытайда мысалы кіресің, 24 сағаттың ішінде қала аласың, қанша тамақ жейсің, бәрі соның ішінде. Яғни арақ шарап ішетіндер олар бөлек ақшасын төлейді. Бірақ енді арақ ішпейтін біз сияқтылар сол тамағы соның ішінде жүре береді. Енді қазір енді соған барып көргіміз келіп тұр. Мұнда қонақ үйде балаларды әкеліп орналастырдық. Қазір демалуға жатты, кешкі сағат 8. Қарындасым осында, балаларды сол қарайды. Енді қарауға уәде берді. Біз енді қазір Жансая екеуміз барып сол қонақ үйде сол моншаны көзбен көріп қайтпақпыз. Ал, кеттік. Опа, келіп қалдық қой деймін міне. Корейстердің саунасына келдік. Кәрістердің саунасына келдік. Кәрістердің. Бұл кәрістер қай Кореяның кәрістері екен? Северный ме, южный ме? Міне, бұйырса келдік. Міне, саунаға келдік. Қасқыр көреміз. Oh, thank you, sir. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. Жалпы міне төбеде массажының олар осында жасалады. Мына жазу корейше деп ойлаймын. Ал енді мұнда міне бағасы да жазылған. Қазір біз енді ақшасын төлеуге тұрмыз. Мына формалар, осы формаларды киіп, ішінде жүресің. Ал кеттік. Жалпы мынандай киім береді екен. Және кілт берді. Бағасы $40 адам басына. Сонымен кеттік енді. Кіреміз ішке. Мұнда массаж бар екен. Кіріп келіп жатырмыз. Мыналарға қалдырамыз киімдерді. Ары қарай енді камера болмайды деп тұр. Мына кілт мынандай гаджеттер берген. Менің номерім 237. 237-ге киімдерімді қалдырамын да. Ары қарай жуынуға кетем. 2-3 пар бөлме бар, бірақ енді оны көрсете алмаймын. Парға түстік, жуындық, бассейнге түстік, енді оның ары қарай енді түсіре алмаймын. Қазір общий демалатын бөлмеге бара жатырмын. Мына жақта
демалатын бөлме. Бұл жақта ұйықтауға болады, демалуға болады. Қысқасы тамақ ішуге болады. Сондай бөлмеге қарап өтіп бара жатырмын. Ал да тағы бір саунаның түрі. Бұл бөлмеде адамдар негізі демалатын жоқ. Яғни киініп, жуынып, шайынып болғаннан кейін массаж жасалады. Мына тіпті қазақтың үйі сияқты. Массаждың бағасы. Бұл жақта сол массаж бөлме. Бұл жақта адамдар массаж жасайды. $40 төлеп, 24 сағат бойы осында қалуға болады. Мұнда демалатын бөлме бар. Телевизор көріп, Netflix-тан әртүрлі кинолар көріп жатуға болады. Болмаса мына екі үлкен бөлме ер адамдарға арналған ұйықтау бөлмесі. Сол маттарды аласыз да, соның үстіне жатып, ұйықтап демаласыз. Бұл бөлмелер жылы, бірақ егер суық болса, онда сіз одеял алып, астында одеял бар, сол одеялды жамылып ұйықтауға болады. Қысқасы мұнда барлық жағдай жасалған. Шығу үшін осылай шығамыз. Барып, қазақшасын төлейміз. Қалай? Ұнады ма? Күшті. Қай жер көбірек ұнады? Барлық жер. Иә, маған да өте ұнады. Әсіресе пара, яғни бу дейміз ғой, өте тамаша екен. Мен енді 2 сағат отырған шығармын. Құрғағында да, ылғалында да, яғни сухой парда да, басқасында да. Енді өте ұнады, керемет болды. Мен енді айдияларды алдым. Қазір тексерейінші. Бұлар жаңа біздің айдияларымызды алып еді. Бар екен, алыптық. Енді өте жақсы, $40 бір адамға. Бірақ енді ол өте жақсы баға деп ойлаймын. Себебі барлығы ішінде 24 сағат тұруға болады ішінде, жуынуға, ұйықтауға. Қажет болса сол жерде қонып қалуға болады. Қонақ үйден арзан. Қонам деген адам қонақ үйдің орнына $40 төлеп, осында ұйықтап, жуынып, шайынып кетіп қалса болады. Негізі өте тиімді. Сол біздің қорытынды өте тамаша жер, және ұнады. Атланта, қашан жүрсең де пробка екен. Бана күндіз қалаға кіріп келе жатқанда пробка болып тұрған. Қазір түнгі сағат 12 болайын деп жатыр, 11:38. Тағы да пробкада тұрмыз мінекей. Үлкен қалалар осы.